Мен 10 күннен бері әр түн сайын бір түсті қайта-қайта көріп келе жатырмын. Не үшін екенін білмеймін, тек бір нәрсені ғана білемін. Мен бұл нәрседен қатты шаршадым. Шаршағаным соншалық тіпті ұйықтап жатуға қатты қорқатын болдым. Сол себептен мен кеш ұйықтауды шығардым. Бірақ бұл нәрсе аса қатты көмектесе қоймады. Түнгі 3 болған кезде ұйқым келіп ұйықтаймын. Сосын көзім жұмылғандай болғанымен бәрін сезіп көріп жатамын. Неге екенін өзімде түсіне алмадым. Жан-жақты көре алам да, бірақ мүлде қозғала алмадым. Содан соң ол менің бөлмеме қарай кіріп келе жатқанын көремін. Беті әбіржіп, шаштары жалбыраған және азулы тістерімен маған қарап күлімдейді. Алғашқы күндері ол менің түсімде ғана көрініп бастады. Ал сосын мен ұйықтаған кезде маған көрінетін болды. Мүмкін ол менің көзіме емес, менің бөлмеме кіретін болар деп ойлағанда, одан сайын өзімді қауіп-қатерде тұрғандай сезінемін. Содан соң ол менің аяқ жағыма келіп, өзінің үшкір тістерімен аяғымды қатты тырнай бастады. Және осы жағдайдан кейін мен күн сайын аяғымның жартысы жоғалып батқандай сезінемін. Және ең сорақысы, бұны мен еш нәрседе істей алмаймын. Мен түс көріп жатырмын деген десем, мен оның қалай тырнап жатырғанын сеземін. Бұл өте қатты ауырады. Бірақ орнымнан тұра алмайтыным өкінішті. Сондықтан мен бұл құбылысты бастыруды деп томшаладым. Осылай бұл жағдай жалғаса берді. Келесі күні кенеттен мен оны көрмейтін болдым. Ол маған келмейді. Бұл өте қызық және біртүрлі көрінді. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Ол 3 күннен соң қайта оралды. Не істеп түсіне? Оның бүкіл денесі дірілдеп, мені жеуге дайын тұрды. Сосын ол маған ұзын қолдарын жақындатып, кеудеме қойып тұрды. Біз қолымыздан келгенін жасадық. Бірақ ота аяққа сәтті жасалмады. Оны түнде жалғыз қалдыру дұрыс болмапты. Кешіріңіз.